Ассаламу алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше дәмді соусы құртпен жасалынатын салаттың рецептімен бөлісемін. Бұл салатты мен ресторанда жеген болатым, ұнатып қалып, сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Сиырдың етін пластинка етіп жұқалап турап аламыз. Оны маринаттаймыз. Оған соя тұздығын және 2 ас қасық жұмыртқа қосамыз. Яғни бір жұмыртқаны жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Бізге 2 ас қасық жетеді. Жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырып, бетін пищевая пленкамен жауып, 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Соус терияки дайындаймыз. Суға жүгері крахмалын, соя тұздығын қосып араластырамыз. Табаға май құйып, 2 сағат маринатта тұрған етімізді алып, 2-3 минут араластыра отыра қуырамыз. Содан соң соусымызды құйып, астын баяу отқа қойып, өте баяу отта 15 минут шамасында бұқтырамыз. Енді основной соусын дайындаймыз. Кез келген құртты алсаңыздар болады. Менде осындай домалақ, қаттырақ құрт бар екен, оны үкіштен өткізіп алдым. Пастообразный құрттар бар, оны да қолдансаңыздар болады. Шұңғыл ыдысқа салып, үстіне 20 немесе 33% сливки қосамыз. Міндетті түрде бір келкі болғанша блендермен еземіз. Сливкиді көбірек қоссаңыздар сұйықтау болады, сонда салатымыз сочный болып шығады. Алманың сыртын аршып, корейлік үккіштен өткіземіз. Брокколи салатын жақсылап тұрып, салқын суда жеке-жеке жуып аламыз. Сонда тірілет, қытырлақ болады. Одан кейін жақсылап кептіріп жеріп, осы соусты қосамыз. Араластырамыз. Үккіштен өткізілген алмамыздың жарты бөлігін қосамыз. Тазаланған анар қосамыз. Үккіштен өткізілген ірімшікті қосып, тағы да бір араластырып алыңыздар. Салатымызды жинаймыз. Астына соус териякида бұқтырылған етімізді әдемілеп қоямыз. Бұл салат теплый салаттарға жататындықтан міндетті түрде ыстықтай свежий күйінде жеуіміз керек. Салатымызды дәл видеода көрсетілгенде жинаймыз. Осындай пышный қылып салған өте әдемі көрінеді. Қалған корейлік үккіштен өткізілген алма, анар және үккіштен өткізілген ірімшігімізді себеміз. Оригинал рецептте пармезан ірімшігі қолданылады. Мен үйдегі бар ірімшікті септім. Енді салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Балжан Канафина.